Егер ағаштың берген алмасы қышқыл болса, бұл алманың сыртынан ешкім қызылмен бояп отырмайды ғой. Ағашты да ешкім кінәламайды. Неге бәрі білет? Мәселе бұл жемісте емес. Мәселе әлде қайда терең отыр. Негізгі мәселе кезінде еккен тұқымда. Бірақ біз өмірімізде осы қарапайым шындықты кейде ұмытып кетеміз. Жұмыста проблема болса, жаңа жұмыс дейміз. Оқуда проблема болса, жаңа универ іздейміз. Қарым-қатынас бұзылса, жаңа адам іздейміз. Денсаулықпен проблема болса, дәрі іздейміз. Біз үнемі жемістерді өзгертуге тырысамыз. Бірақ мәселе кезінде еккен тұқымдарда. Қателесуден қорқуда, өзіне сенімсіздікте, жаман әдеттерде осы тұқымдар біздің күнделікті шешімдерімізді қалыптастырады. Ал бүгінгі шешімдер сенің өміріңе айналады. Егер бүгінгі жемістерің көңілінен шықпаса, сразу жемістермен күресуге асықпа. Бүгін қандай тұқымдар сеуіп жүргеніңе назар аудар. Себебі ертеңгі өмірің бүгін еккен тұқымдарынан өседі.